Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті әріптестер. Бүгінгі мәселе декларация жайлы болмақ. Өздеріңізге белгілі, ертең 15 сентябрьге дейін, 15 қыркүйекке дейін барлық Қазақстан азаматтары міндетті декларация тапсырулары қажет. Яғни 250-270 форманы тапсырулары қажет. Кейде декларацияны қате жіберіп қойған кезде бұл декларацияны кері қайтарып алу қажет болады. Мәселен, 250 тапсырып қойдыңыз, одан кейін 270 тапсырып қойсаңыз, ол қате деп есептеледі. 250 декларацияны я болмаса 270 деген декларацияны кері қайтару қажет, яғни отозвать етіп алуымыз қажет. Оны қалай істейміз? Оның бірнеше жолы бар. Бірінші жолы ол компьютер арқылы, екінші жолы ол смартфон арқылы. Біз қазір екінші жол арқылы, яғни смартфон арқылы тапсырылған декларацияны кері қайтаруды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге смартфон керек болады. Декларацияны кері қайтару үшін міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңбамен жұмыс жасаймыз. Декларацияны кері қайтару үшін біз е-салық азамат қосымшасына кіреміз. Егер бұл қосымша өзіңіздің смартфоныңызда орнатылмаған болса, Play Market, App Store арқылы орнатып алуға болады. Е-салық азаматқа кіреміз. Профиль параметрлер және тіркелу. Егер тілін ауыстыру үшін ең аз жағында қазақ тілі деген бар. Өзіңізге ыңғайлы тілді таңдайсыз. Мен қазақ тілін жұмыс жасаймын, қазақ тілді қоямын. Профиль параметрлері тіркелу дегенді басамын. Е-салық азамат қосымшасына кірудің бірнеше әдістері бар. SMS пароль арқылы, яғни нөмір жазасыз, ЖСН жазасыз. ЖСН-ға тіркелген нөмірге сообщение келеді. Екінші ЖСН пароль, үшінші Digital ID, төртінші ЭЦК арқылы, яғни электронды цифрлы қолтаңба арқылы. Біз осы төртінші нұсқамен кіреміз. ЭЦК-ны басамыз. ЭЦК-ны таңдаңыз дейді. Бұл жерде міндетті түрде Auto H деп басталатын күлішті таңдауымыз керек. Мой файлы. Күлшіңіздің орналасқан жерін көрсетесіз. Менде телефонның памятінде сақталған. Кіру үшін міндетті түрде Auto H таңдауымыз керек. Auto H. Готованы басамыз. Электронды цифрлы қолтаңбаның паролін жазғаннан кейін кіру батырмасын басқаннан кейін бізге осындай терезе ашылады. Кіру, тіркелу деген батырманы басуымыз қажет. Ағымдағы терезе ашылғаннан кейін қосымшаға жылдам кіру кодын тереміз. Өзіңізге ұмытпайтын болып, 2 рет осы кодты теріп шығуымыз керек. Е-салық азамат қосымшасына кіргеннен кейін жоғары сол жақ бұрышта 3 таяқша бар. Соның үстінен басамыз. Декларация тапсыру қойындысына өтеміз. Декларация тапсыру. Қатардағы, егер сіз е-салық азамат қосымшасы арқылы декларация тапсырған болсаңыз, осыны таңдауымыз керек екіншісін. Одан кейін қай нысанды кері қайтаруымыз керек. Мен мысалы 250 тапсырып қойдым, 270 де тапсырып қойдым. Маған 270 нысандағы декларацияны кері қайтаруым қажет, яғни отозвать етуім керек. Сол себептен өзіңізге қажетті нысанды таңдайсыз. Мен 270 таңдаймын. Көріп тұрсыздар, мен 13 қыркүйек күні декларация тапсырып қойған. Бұл қате декларация. Бұны кері қайтаруым қажет. Кері қайтару үшін нысанды кері қайтару батырмасын басамыз. Одан кейін қажетті бағандар өзі шығып тұрады, көріп тұрғандарыңыздай. Мына жерде мынау бар. Жою әдісімен салық есептілігін кері қайтарып алу себебін көрсетеміз. Осыны басамыз. Бұл жерде бізге үшінші тұрған. Мұндай салық есептілігін табыс ету бойынша міндеттеме болмаған кезде табыс етілген. Осыны таңдаймын. Одан кейін жіберу батырмасын басам.
Мына жерде барлық толтырылғандығына көз жеткіземіз. Қол қою және жіберу батырмасын басамыз. Одан кейін ECK қол қою деген таңдаймыз. Мына жерден біз өже қол қоятын күлішті таңдауымыз керек, яғни RSA деп басылатын күлішті таңдаймыз. Мой файл. Күліштің тұрған жерін көрсетеміз. Екінші тұрған RSA деген таңдауымыз керек. И готово. Қол қоятын күлішті таңдағаннан кейін қол қою және жіберу батырмасын басамыз. Сіз салық есептелген кері қайтарып алу туралы салықтың өтініші сәтті жібердіңіз деген хабарлама шығады. Міне осылай қате кеткен салық декларацияларды, яғни қате кеткен декларацияны кері қайтарып, қайта жіберулеріңізге болады. Құрметті достар, назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңдар, арнама тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.